Қазы қарта. Қазы қарта дейсің бе? Қазақстаннан келген қазы қарта ма? Ла-Манш бұғазының мұхитқа тірелген тұмсығында тұрмыз. Шведтер, ағылшындар, нормандықтар жаугершілік заманда бәрі осы жерге төнген кезде жаугершілік кеткен. Осы қамалдар оларды қорғаған. Мына көріп тұрған нәрселеріңіз не білесіздер ме? Европаның барлық халықтары бұл ойынды ойнай береді екен. Францияның Британ аймағындағы Динай деген қалада келе жатырмыз. Іргесі антикалық дәуірге қаланған екен. Мінекей арфасын тартып отырған осы қаланың тұрғыны, музыкант болу керек шамасы. Сәлем достар. Бұл репортажды мен Францияның Рейн қаласынан жүргізіп тұрмын. Рейн қаласы менен Алматы бауырлас қала екендігін айтқанмын. Екі қаланың бауырластық комитеттері бір-біріменен ынтымақтастықты дамыту мақсатында екі жаққа, екі елге делегациялар жіберіп тұрады. Мен сол делегациясының құрамында келгенмін. Рейн қаласы Францияның солтүстік батысында жатқан Британия аймағының орталығы. Британия деген атау кезінде Британия аралынан ауып келген кельттердің ұрпағы бриттерге байланысты пайда болған. Британия мен Франция мемлекетінің құрамында болғанымен өзінің елтаңбасы, туы, тәуелсіз заңы бар. Отельде жатқаннан гөрі аз уақытқа болса да француз отбасында тұру, осы халықтардың тұрмыс тіршілігін, өмір салтын тереңірек танып білуге мүмкіндік береді. Сол себептен біздерді жергілікті отбасыларына орналастырды. Үй ішінде аяқ киімді шешпей жүру қазақтар үшін шынымен де таңғаларлық жай болды. Bonjour mes amis казахстанais. Bonjour. Раймонд деген азамат. Бізді Раймонд менен Мерей өздерінің үйінде қонақ қылып жатыр. Раймонд пен Мерей тұрып жатқан үйдің ауласына қарап, бұл отбасының мәдениеті, талғамы, еңбекқорлығы, білімпаздығы жайлы тұжырым жасау қиын емес. Әдемілеп қырқылған көгал газон, зор ждағатпен күтіп бапталған жеміс ағаштары, ұқыпты төселген жалғыз аяқ жол, жайқалған гүлдер, тіпті ыстық жақтарда өсетін пальма ағашына дейін ауланың көркін кіргізіп тұр. Көз қуанып, жан семіреді. Бұларының халқы тұрмыстық қалдықтардың өзін қажетке жаратады. Күнделікті пайдаланған жеміс жидектердің қабығын біз құсап лақтыра салмайды. Көлеңкеде кептіріп, уақтап, ағаштар мен гүлдердің түбіне сеуіп тастайды екен. Келген табиғи тыңайтқыш. Мына гүлдердің түбіндегі ақсұр қиыршықтар не деп ойлайсыздар? Бұл сол тамақ қалдықтарынан жасалған табиғи тыңайтқыштар. Осының есебінен баданадай ірі гүл қауызы көздің жауын алып тұр. Рейн тұрғындары әдетте тамақты бір рет қана қабылдайтындай етіп шақтап істейді. Алда-жалда қалған болса қоқысқа төкпейді. Ауланың бір бұрышындағы арнайы ыдысқа жинап, ашып бұжығаннан кейін мұнда да ағаштардың түбіне тыңайтқыш ретінде төгіп қояды. Мына шағын сарайды алғашында мен монша екен деп ойлағам. Сөйтсем бұл осы үйдің шаруашылық құралдарын қоятын сарай екен. Француздар моншада булануды жақсы көрмейді. Олар көбінесе жакузиде, душта жуынатын көрінеді. Ла-Манш бұғазының Франция жағалауы. Теңізден көтерілген тұзды ауа барған сайын қалыңдай түсіп, жағалауды жайлаған буалдыр тұман осыдан 1 шақырымдай қашықтықтағы біз орналасқан демалыс қалашығына дейін жетеді екен. Жағажайда күннен қорғанатын шатыр қалқалар жоқ. Олардың қажеті де болмайтын көрінеді.
Өйткені қуырып тұрған күнді көрмейсіз. Демалушылар мұхит жағалауының қоңыр салқын тұзды ауасын жұтып, ерке толқындарына құлаштай жүзіп, жанға жайлы, жылы жұмсақ, майда ақсары құмдарына аунап, жібек шілтерлі күн сәулесіне жеңіл ғана қақталып қайтады. Табиғаттың тамашасына тамсанбау мүмкін емес. Мынау секілді қатпар жықпыл тастарды әлемдегі ең шебер архитектор өз қолымен қалап қойған ба дерсіз. Су өте тұзды. Бір стакан суға 2 ас қасық тұзды ертіп жіберіп ұрттап көрсеңіз, дәп осы мұхит суының ашты дәмін сезінесіз. Біртұтас ғалам тіршілігіне тыпырлаған жәндіктерден бастап барша тірі пенделер, тіпті мұхит суына дейін тәуелді екеніне қалай сенбессіз? Айдың тууы мен толуына, күннің шығуы мен батуына орай Ла-Манш бұғазының жағалауы да айтарлықтай толғанысты бастан кешеді екен. Кейде мұхит суы 15 метрге дейін көтеріліп, жағалауды тұншықтыра лықсып барып, кері бұрылады дейді. Қомақты қарсы шығындап, косметикалық салондарда жасататын қымбат балдыр маска дегеніңіз, әне, құм бетінде тегіннен тегін төгіліп жатыр. Асау толқындар жағаға лақтыра салған. Ал мен болсам, бұғаз балдырынан өмірімдегі ең қымбат әрі теңдесі жоқ әшекей тағып, бала қиялымды қайта оралтқандай болдым. Қазір мен сіздерге бір керемет нәрсені көрсетемін. Мынау көріп тұрған нәрселеріңіз не білесіздер ме? Меди деген теңіз өнімі. Медидің өсіп тұрған жерін көргендеріңіз некен саяқтана шығар. Меди негізінде 2 түрлі жолменен өсіріледі. Біріншісі осылай табиғи түрде мұхит суында өседі, ал одан кейін жасанды жолменен парниктеде өсіреді екен. Ал мынау енді мінекей ыңғайсыздау болып жатыр, судың ішінде тұрмын. Мінекей бұлар әлі пісе қойған жоқ. Піскен уақытта өздері бөлініп түсіп қалады екен. Мынаның ішінде мынау миндаль секілді мінекей. Осының ішінде мінекей. Енді бұл жерде мына тағы да бір нәрсені көрсеткім келеді сіздерге. Мына бір нәрсені көрдіңіз ба? Бір қимылдап тұрған нәрсені. Ой, су жуып кетіп жатыр. Қимылдап тұрған нәрсені. Ой, тағы да толқын жуып кетіп. Міне. Бұл теңіз айуы деп аталынатын теңіз өнімі дейміз ба, енді теңізде өсетін. Сол теңіз өнімдерінің бір түрі ғой енді. Мына не дейді? Су ашты суда және өте суық суда өседі екен. Ана жақта біздің қыздар, Қазақстанның қыздары билеп тұр судың ішінде. Мынау Милки ойыны деп аталынады. Бұл шведтерден келіп жеткен екен. Қазір Европаның барлық халықтары бұл ойынды ойнай береді екен. Мынау жерге қадалып тұрған кей тастары ағаштан жасалынған. Әрқайсысының үстінде нөмірлері бар. Бірнеше метр жерден тұрып, ана кей тастарына тигізуің керек лақтырған тасты. Оппа, ай тимей қалды. Тигізгенде, үшеуін құлатсаң, ұшақ ұпай болып есептелінеді. Ал біреуін құлатсаң, сол бір кидің үстіндегі нөмірі қанша, сонша ұпай жинайсың. Мысалы, мына 2 тұрған 5 пенен 7 ки ағашының біреуін ғана, 7-ні ғана құлатсаң, 7 ұпай аласың. Екеуін бірдей құлатсаң, 2 ұпай аласың. Бұның қиындығы да сонда, жеке-жеке тұрған килерді жеке құлату қиын. Екеуден құлату оңайдағы, әне қазір екеуін құлатты, 2 ұпай алды. А егер біреуін құлатқанда, 4 деген цифр бар, 4 ұпай алатын еді. Бұл ойынның қиындығы сонда, мәреде тұрған жерден бір 2-3 метр жерге ғана қойылады дағы, құлаған жерінен тұрғыза береді кей тастарын. Барған сайын ол алыстай береді екен. Кім бірінші 50 ұпай алса, сол ұтады екен. Табиғи косметика саласындағы жетекші брендтердің бірі Ивраше өнімін көптен сүйіп пайдаланамын. Бірақ бұған дейін осынау атақты компанияның штаб-квартирасы мынау секілді кішкентай ғана ауылда орналасқан деп ойламаппын. Британия сапарында куә болдым.
Обастағы шағын елді мекен Ля Гасиді өздеріңіз көріп отырғандай жерұйыққа айналдырып, әлемдегі танымал брендтің отаны еткен француз кәсіпкері Ив Рошенің өзі көрінеді. Ол жастайынан ботаникаға зор қызығушылық танытыпты. Талантты жас өсімдіктердің шипалық қасиетін зерттей бастағанда да, ана отырған құстың ұясындай ғана қуыршақ үйлердің бірінің шатырында алғашқы тәжірибесін жасағанда да, қырыққұлақ негізіндегі алғашқы косметикалық жақпамайды өзінің ас үйінде жасап шығарғанда да, косметикалық индустрияға революциялық өзгеріс енгізетін тұлғаға айналады деп ойламаған боларым. Ля Гаси ауылында Ив Роше атындағы ботаникалық бақ бар. Онда әлемнің әр түкпірінен әкелінген өсімдіктер өсіп тұр. Бүгінде табиғи қоспалар негізінде жасалған түрлі косметикалық өнімдер әлемнің 88 еліне тарайды. Бір қызық жайт, 1959 жылы Ив Роше өзінің алғашқы косметикалық өнімдерін почта арқылы сата бастаған. Сектенге қараған шағында дүние салған кәсіпкер өзі туып өскен Ля Гаси ауылын 46 жыл басқарыпты. Қатардағы мейір ғана болып қоймапты, ауылын жұмақ мекенге айландыруды, тұрғындарын тегіс жұмыспен қамтуды мұрат етіпті. Бұл күндері ата мұрасын немересі жалғастыруда. Компанияның жылдық табысы 2 миллиард евроны құрайды. Ля Гаси ауылынан брендтік дүкен ашып қойыпты. Өзіміз қалаған косметикалық өнімдерді қолжетімді бағамен сатып алып, осынау кинода ғана көретін көрікті мекенмен қимай қоштастық. Қазір сіздерді Франциядағы ең сүйікті қала атағын алған тарихи елді мекенмен таныстырамын. Бұл Британ аймағындағы Морбиян департаментінде орналасқан Рошпо деген қала. Ең танымал туристік бағыттардың бірі. Келбеті ерекше Рошпо шынымен де сүйікті екен. Орта ғасырлық сәулеті, гүлге көшелері, тұнжыраған тып-тыныш атмосферасы көңілде ұмытпастай әсер қалдырар сөзсіз. Бұл өзі 12 ғасырда пайда болған тас қамал. Биіктеу төбеге орналасқан. Ежелгі бриттер, кельттердің бір тармағы ғой, жан-жақтан анталаған жаудан өздерін осындай тас айбынды қамалдар мен биік бекіністер арқылы қорғағаны анық. Бірнеше рет қайта салынып, жөнделген Рошпо қамалындағы тас төселген тар көшелер, терезелері гүлмен безендірілген тас қабырғалы үйлері, ежелгі замандағы бастапқы кейпінен айтарлықтай өзгермеген дейді зерттеушілер. Осы жұрт тарихын тасқа қашағандай етіп қалай сақтайды десеңізші? Францияның орта ғасырлық атмосферасына енгіңіз келе ме? Онда Британ жағалауындағы Фремюр мүйісінің мұхит суына жалғасқан тұмсығына салынған мұна Лалатте қамалын міндетті түрде көруіңіз керек. Егер батыс Францияға барып тұрып, қамалдың ұшар биігіндегі Донжон мұнарасына көтерілмей кетсеңіз, онда бұл елден түк көрмей қайттым деп есептеңіз. Қандай құрылыс материалдарын пайдаланғаны осы күнге дейін жұмбақ қалпында қалған бекініс өзінің 7 ғасырлық ғұмырында небір қан құйлы соғыстарға төтеп берген екен. Алғашында Гион Матиньонский деген байдың сарайы болыпты. Мінекей мына текпіршектерменен, тас текпіршектерменен өрмелеп шықтық қорғанның шыңына. Енді қазір осыменен өрмелеп түсеміз. Кел бақыт, шық өрмелеп. Біз орта ғасырдағы мынау Францияның Ла-Манш бұғазындағы арнайы үлкен мынау қамалға келіп тұрмыз. Бұл қамал негізі жан-жақтан жаулар, мынау шведтер, ағылшындар, нормандықтар және де басқа жаугершілік заманда бәрі осы жерге төнген кезде жаугершілік кеткен. Осы қамалдар оларды қорғаған. Бұлардың енді тас қамалдың сонау орта ғасырда қалай семент жоқ, қалай салынғаны белгісіз, бірақ адам баласының қиялына енді шексіз екенін таңғаласың. Өйткені осындай үлкен дүниені, осындай салмақпен, осындай күшпен салу деген, бұл енді екі адамның бірінің қолынан келмейтін дүние.
Дегенмен де сол кездегі патшалардың шеберліктері бәрімізді таң қалдырады. Донжон мұнарасындағы дөңгелек алаң, жанардан ұшқан сәуле толқындармен астасып барып көкжиекке сіңіп кетеді. Ғажайып сұлулыққа толқитынын соншалық тіл күрмеліп, кеудені небір ойлар кернеп жүре береді. Көк пембек боп толықсып жатқан мұхит суына тірелетін қамалдың тіп-тік жар қабырғасын сүйкей зулаған бір замандардағы оқтың дыбысы, жауға қарсы жан ұшыра шабуылдаған әскер ұраны, оқ тиіп ыңырсыған адамдардың жан тапсырар сәттегі тыпыршуы, дәл сол сәтте, дәл сол арадан сорына ұшып бара жатқан байқұс құс қанатының быт-жыты шыққан ұлпасы көз алдыңнан тізіліп өте шығады. Бір сәт жан түршігіп, жүрек атша тулайды. Алайда мұхит көкжиегінен ашылатын ғұмырыңда көрмеген сұлулық жаңа ғана жан дүниеңді осқылап өткен жағымсыз әсерді жуып шайып жібереді. Жаратқанның өзіңе дәп осы ғажайып көріністі тартулағанына сенеріңді де, сенбесіңді де білмей, түс пен өңнің арасында күй кешесің. Атақты Кирк Дуглас пен Тони Кертис басты рөлдерді сомдайтын 1958 жылы түсірілген «Викингтер» фильмі осы орта ғасырлық Лалатте қамалында түсірілген. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh Champs-Élysées, tout le monde. Oh Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Бүгін біздің француз достар Қазақстаннан келген қазақтарға 18 адам келген еді қой Қазақстан делегациясында. Соларға қазақша дастархан жайды табиғат аясында. Мінекей біздің жігіттер, қыздар қазақша дастарханда отыр. Қазық арта, қазір. Қазық арта дейсің бе? Иә, қазық арта. Қазақстаннан келген қазық арта ма? Енді бүгінгі демалып жатқан орнымыздың көрінісі осындай. Айналды төңірек ағаштар, көгал, шағын ғана көлі бар екен. Көлдерін көріп, көз алдыма Бурабай келді. Екеуін салыстырдым. Енді қандай сезімде екенімді Бурабаймен салыстырғанда өздеріңіз біле беріңіздер. Жүрген жерімде, көрген жерімде бәрін салыстырам ғой өзіміздің елменен. Әр елдің өзінің ерекшелігі болады, жақсы жақтары болады, нашар жақтары болады. Соның бәрін көріп, жақсысынан үйреніп, жаманынан үйреніп отыру қажет. Осындай отырыстар, бұрын соңды болмаған ғажап көріністер, бір күніңді оған дейінгі мүмкініне татырып жібереді. Толқисың, шалқисың, көңілің көкке самғайды, өмірдің ғанибетінен нәр алып, қуанышқа бөленесің. Жер бетінің табиғаты да тамаша, адамдары да тамаша, адамдарының ерекшеліктері де, дәстүрлері де, салт санасы да өзгеше. Сол өзгешеліктерден ләззатын тауып, жақсылығын алып, көріп, біліп жүргенге не жетсін. Ахау сабан ұшырдың ұясынан балапан қазан. Атлант мұхитының жағалауындағы тар қойнауда жатқан шағын, бірақ маңызды Ерке деген портты қалаға жол тарттық. Тылсым тыныштық. Абыр-сабыр ағылып жатқан адамдар да жоқ. Порт ұйқыда жатқандай. Анау қайраңдағы қаздай тізілген қайықтар жағаға лықситын судың келуін күткендей демін ішіне тарта тұнжырай қалыпты. Ай мен күннің тартылыс күшіне тәуелді теңіздің дүлей толқындары тәулігіне 2 рет жағаға қарай лықсып,
көбігі бұрқыраған су қайранға шығып қалған қайықтарды тербете көтеріп барып, ендігін баса келе біртіндеп кері қайтады. Толқынның ылғысуы кезінде порттағы су деңгейі айтарлықтай көтеріліп, кемелер мен қайықтар үшін жүзе алатын жағдай туады. Бұл араның халқы гребешок балығын аулауды кәсіп етеді. Күн көкжиектен сығалағанда жағалаудағы жартастардың қара көлеңкесі су бетінде қалқып, ғажап бір картина түзеледі. Ал күн батарда порт тегістей алтын түске боялады. Су бетіндегі қызғылт сары ұсақ толқындар зер жіп секілді есіле жылтырап жатқаны. Портқа күндіз келсеңіз, тып-тыныш қана тымырси қалған теңіздің естілер-естілмес салқын демін сезінесіз. Жанға жайлы ылғал ауа, анау қайраңда қаңтарылған қайықтардың мүжілген борттарындағы ақ түтек мұзды тақтар, жергілікті кафелер мен мейрамханалардан тараған деликатес теңіз өнімдерінің хош иісі естен кетпес әзірге бөлейді. Біз қазір Францияның Британ аймағындағы Динай деген қалада келе жатырмыз. Бұл өте ескі қала екен. Іргесі антикалық дәуірде қаланған екен. Мінекей қаланың қабырғасында ақырын ғана арфасын тартып отырған осы қаланың тұрғыны, музыкант болу керек шамасы. Қаланың үйлері өте ескі, әдеттегідей қабырғалары тастан қаланған, сондықтан да болу керек ғасырдан ғасырға бір кірпіші де кетілмей сақталып келе жатқаны. Бұл қалада қазір 14 мыңдай ғана адам тұрады екен. Шағын ғана қала, ешқандай кәсіпорын жоқ, өндіріс орны жоқ, тек қана туристердің есебінен күн көреді екен. Және де мына төменгі жағында канал бар. Ол канал осы қаланы басқа да қалаларменен жалғайды екен. Тып-тыныш жатқан қала. Біздің бақыт қана әндетіп жатыр, жаңағы арфашының қасында тұрып алып. Ұлы даланың үнінде бір естіп қалсын деген болу керек. Бақытқа рахмет, жүрген жерінде әндетіп, бәріміздің көңілімізді көтеріп, әрі француздарға қазақ өнерінің үнін жеткізіп, шаршамай келе жатқан. Өте керемет демалыс болып жатыр. Осындай 500-600 жыл өмір тарихы бар қалада болудың өзі. Бұл енді үлкен бір арманымыз ішіндегі үлкені көрсек осындай жерді көріп келе жатырмыз. Куә болдық. Керемет. Өз мемлекет үшін, өз ел үшін мәдениетін, салт дәстүрін ұстап атқан бритондық француздарға мыңда бір алғыс. Француздардың дастарханы өте жұпыны, артық ас қойылмайды. Бірақ еш уақытта ешкім аш қалмайды. Ағылшындарда емес, шайды аса көп ұната бермейді. Ас мәзірі 3 мезгіл шарапсыз болмайды, бірақ көшеден маскүнем көрмедік. Олар алдындағы асты қалдырмай жеп, ыдысын нанның жұмсағымен жалтыратып тұрып жалап қояды. Байлықта шалқып өмір сүріп жатқан бетондар мұны намыс санамайды. Керісінше асты ысырап етуге обал. Әрі тазалап жалап қойған ыдыс жууға жеңіл, су аз шығындалады. Бұлардың бізбен тағы бір ұқсас жағы бар. Етке тойып алып артынан қымыз ішетін қазақтар ешбір ғылыми зерттеулерсіз ақ ашыған сүт өнімдерінің ас қорытуға көмегі зор екенін білген. Француздар жылқының қымызы түгіл етін де жемейді. Олардың бар өнері сыр тағамына шыққан. Ас ішіп болған соң міндетті түрде дастарханға кем дегенде 7-8 түрін салып, дәу табақ сыр әкеліп қояды. Сыртқы қабаты қытырлаған багет нанның бір үзіміне ешкінің бір түгер жұмсақ сырын жағып жіберіп, ауызға салда шайнамай жұта бер. Сыр қандай астың болмасын, күл талқанын шығарып, тез қорытып жібереді. Не керек, Британияның тарихи орындарына қыдырдық, азынаулақ мәдениетімен, салт дәстүрмен таныстық. Өзімізге ұқсайтын қонақ жайлықтарына дән риза болдық. Қоштасарда қазақша, французша армансыз ән салдық.